Байден, Ресейде сен туралы не айтып жатқанын білсең ғой. Байден, лузер. Жақында желіде және ресейлік медиада ақш президенті Джо Байденді қайтыс болған. Дұрыс естідіңіз, Байден қайтыс болған. Конгресс мүшесі Джеки Валараскиді іздеді деген ақпарат тарады. Ақпаратқа сенуге бола ма? Бірге тексерейік. Достар, сіздерден оп-оңай орындалатын өтінішіміз бар. Каналға тіркеліп, видеоны бөлісіп, каналдың өсуіне өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздердің 97,2%-дарыңыз бізге тіркелмей көреді екенсіздер. Міне мынау ресейлік медиада тараған ақпарат. Байден өлгендерді іздей бастағаның жазылған. Бұған қоса тым эмоция қосылған болады. Енді ақпаратта манипуляция мен шындық белгілері бар. Енді неліктен манипуляция, неліктен шындық екенін түсіндірейік. Ресейлік пропаганда Джо Байден ақш президенті болып сайланғалы әрдайым ол жайлы ақпаратты бұрмалап, эмоция қосып көрсетеді. Әйтеуір пропаганда батыс елдерін жамандап, Ресейден артық ел жоқ секілді өтірігін шашады. Мысалы, бұған дейін оны алжыды деп те жазды. Бұл жолы да ауамен амандасты деді, өлгендермен сөйлесуге көшті деп жазды. Жалпы бұған дейінгі фейктарды біз сіздерге айтқан болатынбыз. Видеоның толық нұсқасында ақш президенті Байден аудиториядан Индиана штатындағы республикашыл Джеки Валараскиді іздегені рас. Валараски расымен де 3 тамызда көлік апатынан қайтыс болған. Ал Байден, Джеки, сен осындасың ба? Джеки қайда деп сұраған. New Times дерегінше Байден өзінің мәлімдемесін аяқтаған соң Ақ үйдің баспасөз хатшысы Карин Жан-Пьер Байденнің Валараски жайлы сөзіне қатысты пікір білдіруден бас тартты. ақш президентінің саяси қарсыластары және ресейлік пропаганда Байден президент болғалы, оның ойлау жүйесі ел президенті болуға лайық емес деп бірнеше рет айтқан. Ал Ақ үй өкілдері Байденнің интеллектуалды тұрғыдан әлі де белсенді екенін айтып, желіде тараған ақпараттарды жоққа шығарып келеді. Құрметті достар, келесі кездескенше бізбен бірге болыңыздар.